барлық адамның адамға жасаған көмегі, көңілі үшін рахмет айтуы, ықылас білдіруі. Алғыс айту арқылы адам өзінің деңгейін көтере алады. Ризашылық бұл осы өмірге келгеніне риза болып, осы күніме де шүкір деп өз ризашылығын, алғысын білдіру сезімі. Ризашылық пен алғыс айтуды түрлі амалдармен жеткізуге болады. Заттай, сыйлықпен, тіпті жақсы қарым-қатынаспен де жеткізуге болады. Ризашылық білдіру арқылы біз осы қанағат тұтуды, алғыс айтуды үйренуімізге болады. Алғыс айту арқылы біз өзіміздің қарым-қатынасымызды жақсартып, жақсы өмір бастауымызға да болады. Мен алғыс. Нұсқауымен көрсеткен кәдерін ұқтым. Анамыздан айнымай туылғаннан ақ. Иесіне айналған әдемі үміттің. Әкеге алғыс. Ұл болсын деп тілеген ер түргімдей, өмірімді бөрідей болуға болап, қойнына басатсан бөлтіргіндей, бақытым болар жарымды жария етсем. Бірге қарсы шығатын қиындыққа ең бақытты ер болып жүрер едім. Қысындағы достарының күйімді ұққанда көтеретін еңсем егіліп талсан. Жақсылық жамандық зұлым шыққанда. Еліме алғыс, балаң едің, атаңның жанатын бал, нәтижесі тілектің өзіңнен туған. Мына ұлыңның ақын болып жаратылған, қол жеткізіп еліме тарту етем, биіктікті қыранның қанатындағы. Алғыс, жалғасып өмірдің тұратынын біліп, деп жүреді ардақтап көтеремін мен атамыздың аманат мұратын биік, қиындыққа кездіксе соққы болатын, менің жаным ол үшін тұнатын күйім. Ағаға алғыс. Ұзай кетсем ойлайтын қамымды менің, бір бәлеге тап болса құрсақтастарым, қамсырмалап қысатын жанымның демін, бауырларым болмаса тірегім болмас, осыншама айбатты арындыма едім. Алғыс, өнегенге түсіндім бар күшіңменен, айналайын тағдырым қасиетіңнен, келіп тұрар бетіме қарлышыңмен, шабытталған жаныма жауап қайтқайсың, ей алы. Ұстазға ұлы рахмет, нәрмен білім сусатқан балалы досқа рахмет, қуанған бірге мұңдасқан. Нұрхан рахмет, салтанасын сіңірген, жеріме байда рахмет, таза ойшын сімірген.